Сәлем, менің жүктім, ана мен бала каналына қош келдіңіз. 9 және 10 апталық жүктілік кезіндегі өзгерістер жайлы, ана денесіндегі өзгерістер мен баланың даму ерекшеліктері жайлы бүгін сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркеліңіз, подписка батырмасын басып, және маған лайк басыңыз. Қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Бұл апталарда ана денсаулығында мынадай өзгерістер байқалуы мүмкін. Ұйқышылдық, шаршау, изжога, гормон өзгерістерінің нәтижесінде жалпы эмоционалдық күйіңіздің өзгеруі, яғни кейде жылап қалу, кейде ренжіп қалу деген сияқты бұрын соңды көп дүниеге мән бермесеңіз, эмоционалдық фоныңызда осы жүкті кезіңізде басқаша мән бере бастайсыз. Егер де сізді изжога мазаласа, аз мөлшерде жиі реттілікпен тамақтануыңыз керек. Су көп ішу, майлы, ащы, тұщы тамақтардың азайтыңыз немесе мүлде жемеуге тырысыңыз. Тамақ іше сала жатпауға тырысыңыз. Гормон өзгерістері эстроген гормондарының көбею нәтижесінде іш қату да мазалауы мүмкін. Іш қатуға өз басым квашеный капуста деген бар ғой, базарда сататын. Сонымен бірге салаттар, неше түрлі салаттар жасап жедім. Сол менің ішімді жүргізді. Және де аптекада сататын түрлі клетчаткалар бар, порошок түрінде. Сол порошок түріндені суға езіп іштім. Ол да жақсы көмектесті. Немесе май, кәдімгі сары таза май, қолдың майымен кофе ішуге тырыстым. Бірақ чашка кофе ішуге рұқсат аяқ ауыр әйелдерге. Ол да біздің өтімізді жұмыс жасатқызып, ішектерімізді жұмсартады. Яғни маймен кофе жақсы ішті жүргізеді. Бұл да сізге көмектесуі мүмкін. Және де бағана айтып өттім, гормон өзгерістерін байқауыңыз мүмкін деп, эмоционалды күйіңіз өзгерістерін байқауыңыз мүмкін. Ол үшін жақсы, жайлы, көңілді видеоларды қарауға, кітаптарды оқуға, музыка тыңдауға кеңес беремін. Сонымен қоса таза ауада жиі серуендеуге де кеңес беремін. Таза ауада жиі серуендеу сіздің гормоналды және эмоционалды фоныңызға өте жақсы әсерін тигізеді. Жүкті әйелдердің бұл апталарда, яғни 9-10 аптада сырт келбетіңізден әлі еш нәрсе байқалмайды. Яғни жүкті екеніңіз сырт келбетіңізден мүлде байқалмайды. Тек қана өзіңіздің ағзаңыздан сондай басқаша сезінулер арқылы ғана, ағзаңыздың информациясы арқылы ғана сіз сезе аласыз. Атап өткен симптомдардан бөлек 10 аптаға қарай әйел адамның бойында мынандай белгілер болуы мүмкін. Бас айналу, бастың қатты сынып ауруы, мигрен сияқты ұстауы, маңдай беттен немесе желке тұстан бастың ауруы байқалуы мүмкін. Бұл көбінде аз тамақтанып, дұрыс тамақтанбаған әйелдердің қан құрамындағы қанттың өте төмен мөлшерде азайып кету салдарынан да болуы мүмкін, немесе таза ауаға мүлде шықпай тек үйде жатқан әйелдерде де болуы мүмкін. Және де тағы бір белгі ұйқы мезгілдерінің ауысуы, не болмаса ұйқысыздық, ұйқының дұрыс болмауы, уақытылы дұрыс ұйықтамаудың да әсері осы бас ауруға әкеп соғады. Өзіңізге жақсы демалыс жариялаңыз және уақытылы демалуға, тынышталуға тырысыңыз. Фолий қышқылын ішуді ұмытпаңыз. Бұл өте маңызды, бізге керекті, қажетті құрал. Оған қоса D3, омега-3, магний витаминдерін де қолданыңыз. Е витамині бар тағамдарды да рационыңызға қосыңыз. Тұтынатын тамақтарыңыздың тізімінде сүт, йогурт, ірімшік өнімдері, ет, тауық еті, балықтар болу керек. Және түрлі жаңғақтар, өзіңізге ұнайтын жаңғақтар мен пісте, семечке бар ғой, соны да шағып жеңіз. Және салат, аскөк тұтыну керек. Салат жапырақтары, неше түрлі жапырақ түрлері бар ғой, сол жапырақтарды өзіңіздің рационыңызға міндетті түрде қосыңыз. Жұмыртқаны аз мөлшерде, жұмыртқа өте көп жеуге болмайды, және оны шала қуырмауға тырысыңыз. Шала қуырғанның да зияны бар, ода паразиттер болуы мүмкін. Сондықтан шала қуырмастан қайнатып немесе жақсылап қуырған күйде омлет жасап жесеңіз болады. Күніне бір жұмыртқадан тұтынғаныңыз абзалырақ. Және сізге мен өз басым кеңес беретін едім, бір аптаға кесте жасап қойыңыз. Дұрыс тамақтану бұл сіздің қазіргі күйіңізде
баланың қарқынды дамып жатқан миының, сүйектерінің, жалпы бұлшық еттерінің қарқынды дамып жатқан кезеңінде дұрыс тамақтануыңыз өте маңызды. Ал енді баланың жағдайы қандай болып жатыр, қандай ерекшеліктер болып жатыр? 9-10 апталықта қарқынды даму үстінде, әлі кішкентай жидек секілді. Алайда дене мүшелері толығымен дамып аяқталу сәтінде. Көзі толық қалыптасқан, тек оны ашпайды. Ол 27 апталығына қарай көзін ашып, жарық не қараңғы болғанын түсіне бастайды. Ал қазір ол аптаға дейін көзін мүлде ашпайды, бірақтан қабақтары, көзінің ішіндегі алмасы барлығы түгел дамыған, құлақтары да барлығы дамыған. Және ол қолын бүгіп, жұмып, ашып, аяқ қолдарының саусақтарын немесе аяқтарын қозғалтып, қимылдау қарқынды қимылдайды. Алайда оны өте жидек секілді кішкентай болғандықтан, оны сіз әлі мүлде сезбейсіз. Жүрегі 4 камералық болып, толық қалыптасты. Алайда клапандары бар ғой, сол жаймен даму үстінде. УЗИға барсаңыз, минутына 150-160 жүрек соғысын ести аласыз. Бала іште кезде кіндік арқылы кислород алады. Біз кейде сізде сұрақ болатын шығар, ол қалай демалады судың ішінде деп. Ол кислород арқылы біз өзінің кіндігі арқылы, плацента арқылы кислородты алады. Кислород дұрыс бару үшін анасы таза ауаға шығып тұру керек, қан айналымы дұрыс болу керек. Яғни сіз дұрыс тек қана қозғалмай жата берсеңіз, жаттығу жасамасаңыз, сізде қан айналым дұрыс болмайды. Біздің қан айналымы арқылы балаға ауа, кислород барады. Өмірге келгеннен кейін мұрынмен немесе ауызбен, жалпы өкпемен жұмыс істеп демалуды, ауа жұтуды бала іште кезден бастап дағдыланады. Тренировка жасайды, былайша айтқанда. Тренировать етеді мұрнымен, аузымен. Алайда ол бағанағы айтып өткенімдей, жаңағы кіндігінен ауаны алады. 9-10 аптасында ішек, бауыр, бүйрек, ми, өкпе барлығы дерлік өз формасына келіп, қалай болу керек сау адамның дене мүшесі тура солай дамыған. Бірақ алайда толық қалыптасу үшін әлі де бізге уақыттар керек. Өкпенің жаңағы толық дамып іске қосылуы 8-ші айдан басталады деген сияқты. Тағы бір қызық фактор, бұл айда баланың қызыл иегінің астынан сүт тістері өсіп шығады. Осы апталықта, 9-10 апталықта баланың қызыл иектерінің астынан сүт тістері өсіп шығады. Ол кейін 3-4 айда өзі еңбектеп бастаған кезде тісі көрініп өсіп бастайды. Ал негізінде ол жалпы өсуге дайын болып қалыптасқан кезеңі 10-ші апталық кезеңі. Бұл апталарда балаңыз сіздің 4 грамм ғана және 3 сантиметрді құрайды. Егер сізде 9-10 апта аралығында болса, 9 немесе 10 аптада болсаңыз, не болмаса өтіп кеткен болсаңыз, бұл апталарда сізде қандай өзгерістер болды? Әр әйелдің ағзасы әр түрлі, әркімнің реакциясы бала көтеру барысындағы әрқалай болады, оның денсаулығына байланысты. Мысалы, менде 9-10 апталарда ол кезеңдерде токсикоз болатын. Және үнемі тек қана жеміс жидек, сок, йогурт қана іше алатынмын. Басқа тағамдарды жемейтінмін. Салатты арасында жейтінмін, бала үшін деп салат, қызылша мен салат, соларды жей алатынмын. Сізде қандай өзгерістер болды? Астына міндетті түрде жаза кеттіңіз, комментарияны оқимын, жауап беремін, бір-бірімізбен комментарий арқылы сөйлесейік. Және де аяғы ауыр жүкті келіншектерге менің ақпараттық видеоларымды таратып қойыңыздар, оларға пайдасы тиіп қалар. Сіз сияқты көбісі іздене бермеуі мүмкін. Сондықтан да бөлісіп қойыңыз және каналыма лайк басып, подписка жасап алыңыз, мені қолдаңыз. Мен әлі де талай керемет ақпараттармен бөлісетін боламын. Баланың дамуы, іште жатқан кездегі және туылғаннан кейінгі дамуы жайында, оны қалай дамытамыз, қалай тәрбиелейміз, жалпылама ақпараттық сіздерге видеоны салатын боламын.